Ал енді қымбатты көрермендер, бағдарламамызды одан әрі маңызды тақырыптармен жалғастырайық. Елімізге Pfizer вакцинасының бірінші партиясы 379 мың доза жеткізілді. Жалпы Қазақстан үкіметі 4 миллион 230 мың доза Pfizer вакцинасын сатып алды. Ол екпелер 2 миллион 115 мың жүкті декреттік демалыстағы әйелдерге және жас өспірімдерге арналған. Қоршаған ортаның жағымсыз әсерінен қорғайтын арнайы мұздатқыш камералар орнатылған. Онда вакцина -90 градус температурада сақталады дейді. Жаңалықты шет жағасы осындай. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің ресми өкілі студиямыздың қонағы Ержан Байтанаев мырза егжей-тегжейлі баяндасын. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қош келдіңіз. Енді бірінші алдымен елімізде дәл қазіргі эпид-ахуал жайлы бастасақ. Қайырлы таң. Қазір келіп түскен ақпарат бойынша біздің Қазақстан Республикасы бүгінгі күні жасыл аймақта, қызыл аймақта Павлодар, солтүстік Қазақстан облыстары, бүгін біздің қуанышымызға орай Қостанай облысы сары аймаққа өтті. Сары аймақта бізде Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, Ақмола, Қарағанды, Қостанай облысы және қалған өңірлер жасыл аймақта. Енді өткен тәулікте 1260 адам коронавирус инфекциясына шалдыққан елімізде. Енді салыстырған кезде, кешегімен салыстырғанда, жалпы өткен аптамен салыстырғанда кішкене өсім байқалады. Қазіргі уақытта бұл жаңағы неше түрлі тұмау аурулары, грипп ауруларының қосылуымен адамдардың жаңағы осы коронавирус инфекциясына шалдығып жатыр. Және де осы вакцинация мәселесіне келетін болсақ, елімізде вакцинаның бірінші компонентін 8 миллион 501 мың 375 адам қабылдады. Екі компоненттің, ал екінші компоненттің 7 миллион 777 мың 468 адам қабылдап үлгерді. Жалпы бүгінгі күні вакцинациялау қарқыны қалыпты жүріп жатыр, бірақ бұған да қарамастан бізде әлі вакцинациялауға жататын 11,4 миллион азаматтарымыз бар. Бүгінгі күні коллективті иммунитетті қалыптастыру мақсатында біздер әлі де вакцинациядан бас тартпай, ревакцинация басталғанша халық жылдам вакцинациялануы керек. Өздеріңіз білесіздер, осы үстіміздегі жылдың қараша айының 22-ші жұлдызынан бізде ревакцинация жұмыстары басталады. Ол жаңа ақпан, наурыз айларында вакцинаны қабылдаған азаматтарымыз ревакцинациялау Кезең-кезеңмен қандай вакцина салса, неше айдан кейін қабылданады? Жалпы ең бірінші алдымен біз осы қараша айының 22-ші жұлдызынан бастап дәрігерлеріміз, күш құрым өкілдері, мұғалімдерімізден бастаймыз. Өйткені өздеріңіз білесіздер, ақпан айында осы жылы біз сол кісілерден бастағанбыз. Өйткені ол кісілер адамдармен жұмыс істейді және де халыққа қызмет атқарады. Кезең-кезеңмен сол кісілер бәрін ревакцинациялап біткеннен кейін қаңтар айынан бастап кәдімгі азаматтарымыз өзінің еркімен ревакцинацияға келе алады. Енді мен айта кетсем, егер ақпан айында, наурыз айында спутник V вакцинасын салдырған болсаңыз, онда 9 ай өткеннен кейін сіздерге инактивтендірілген вакцина не болмаса РНК вакцинасын салуға болады. Ал енді бірінші, екінші дозаны инактивтендірілген және РНК вакцинасын қабылдаған болсаңыз, ревакцинациялауға міндетті түрде векторлы вакцина, яғни спутник V вакцинасын салдыруға біз кеңес береміз. Кеңес, бірақ енді азаматтардың өзі жоқ, мен үшіншісін де мына дозаны алам деген жағдайда, ол жағдайына да қарастырылған, біз бас тартпаймыз. Сол ревакцинация ретінде біз жаңағы жағдайын жасаймыз. Жалпы жаңағы алмастырып тұру мәселесі бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының берген кеңесі және де біздің ғалымдардың зерттей келе сол дұрыс болады деген шешімі. Яғни мен Казвак салдым. Казвактан кейін сізге не болмаса РНК вакцина, не болмаса векторлы спутник V вакцинасын ревакцинациялануға болады. Қанша уақыттан кейін? 6 айдан кейін, міндетті түрде 6 айдан кейін сіз үшінші дозаны векторлы вакцинаны ала аласыз. Ол үшінші доза дегенде үшінші компонент сияқты болады. Яғни тағы бірінші, екінші компонент болады. Міне сіз бірінші, екінші компонентті алдыңыз. Үшінші доза деген ол жаңа
жаңағы анау сіздің иммунитетіңізді көтеру үшін үшінші компонент болып саналады. Үшінші компонент болып саналады. Енді түсінікті. Енді қараңыз, Алтайды ең бастапқы ақпарат бойынша, енді мен салған кезде маған ашықтағы немді атығылайды 1 жылға дейін созып берді. Сіздің ашығыңыз бірінші, екінші дозаны алған кезде 1 жыл деп қалай белгіленіп тұр, солай 1 жыл жасыл жанып тұрады. Ревакцинациялауға барған кезде сізге қазіргі уақытта біз қарастырып жатырық, одан да тағы да біраз уақытқа созылады. Бірақ ревакцинациядан бас тартқан жағдайда жасылыңыз өшпейді. Ол 1 жыл міндетті түрде жанып тұрады. Түсінікті. Енді түсінікті, мен ойымша біздің қымбатты көрермен сіздерге түсіндіңіздер деген ойдамыз. Енді Pfizer вакцинасы жаңа айттық, елімізге келді. Сол турасында толығырақ айтып өтсеңіз, вакцина қалай үйлестіріледі? Өте орынды сұрақ қойдыңыз. Мынау кешегінің арғы күні түнде бізге мынау үлкен келіссөздердің нәтижесі бойынша елімізге 379 мың Pfizer дозасы алып келінді вакцинаның. Қазіргі уақытта бұл өңірлерге таратылып жатыр. Енді осы бірер күнде өңірлерде біз жүкті аналарымызды, емізулі аналарымызды, бала емізетін және де 12 жас, 17 жас аралығындағы балаларды вакцинациялау жұмыстарын бастаймыз. Вакцинациялау міндетті түрде тек қана жаңа аналардың өзінің еркімен, бізде заңға сәйкес ерікті түрде, жүкті әйел не болмаса баласы емізулі әйел өзі қаласа, ол ешқандай кедергісіз вакцинациялауға келе алады. Біз оған вакцинациялануына жағдай жасаймыз. Дәрігердің тексеруінен кейін міндетті түрде. Ал енді балаларға келетін болсақ, балаларда бізде міндетті түрде кеше ведомствоаралық комиссияда премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжановтың өзі бүкіл өңірлерге тапсырма берді. Балаларды вакцинациялау бізде заңға сәйкес тек қана ата-ананың, сонымен қатар баланың қараушысының информативті келісіммен, яғни ол вакцинаның бүкіл құрамын оқып шыққаннан кейін өзі келісім хатқа мен келісемін деп қол қояды, бас тартса бас тартамын деп қол қояды. Тек қана заңды түрде салынады. Ата-ана бас тартқан жағдайда балаға ешқандай мәжбүрлеу, баланы кемсіту, мектепке кіргізбей қою фактілері болмайды. Және де бұл бізде заңға қайшы келеді. Ата-ана қалаған жағдайда балаға салуға біз жағдай жасаймыз. Дәрігердің кеңесімен, дәрігер қарап шыққаннан кейін, тексеріп шыққаннан кейін. Ата-ана қаламаған жағдайда, онда ол бала өзінің оқу процесін, өзінің қимылын жалғастыра береді. Бізде бұл балалар вакцинациялануы көптеген осы 1 жылдан бері ата-аналар бізге қоңырау шалуда, сонымен қатар кәдімгі ресми хаттар жолдауда бізге. Оның ішінде біз балаларымызды қалай қорғаймыз? Қазіргі уақытта балалардың ауруы көбейіп жатыр. Жарайды, біз өзімізді қорғадық, енді өзіміз вакцинаны алдық, енді балаларымызды қайтеміз, алаңдап жүрміз деп хаттар келді. Сол ата-аналардың өтінішін орындау мақсатында, қанағаттандыру мақсатында біз осы Pfizer вакцинасын келісіммен өзімізге елімізге алып келдік. Керісінше бас тартып жатқандар да бар ғой? Бас тартып жатқандар да бар. Олар салдырмайым деген жағдайда олардың өз еркінде. Мен тағы да қайталап айтамын, елімізде мәжбүрлеу жоқ. Жалпы мәжбүрлеу дегенді мен қолына кісен тағып бір жерге қамап қойып салу деп ойлаймын. Бізде халыққа, барлық халыққа біз өзіне ерік бердік. Вакцина тегін, салып алуыңа болады өзіңді қорғап, кеңес береміз деп. Бас тартқан жағдайыңда, онда жұмыс жасайтын болсаң, 7 күн сайын ПЦР тесттен өтіп тұрып, сен қалауың бар. Енді тағы бір сұрақ, осы орайда жүкті әйелдерге саламыз дедіңіздер, емізулі әйелдер болсын саламыз дедіңіздер. Оларда дәл қазір мен ойымша барлығында шығар медотвод бар, медициналық ортадан алатын. Өте орынды айтасыз, медициналық жаңағы анықтамалары бар. Оның күші жойыла ма, жойылмай ма осы турасында? Медициналық анықтамалары бар. Олардың медициналық анықтамалары қазіргі күні тек қана жаңа біздегі қолдағы бар вакциналарға. Спутник V, мысалы Veracell, бізде мысалы Коронавак, өзіміздің Қазвак вакциналары бізде әлі осы жүкті әйелдер, емізулі әйелдерге клиникалық тексерулер бітпегендіктен тек қана осы вакциналарға кері әсерлері бар. Ал енді дүние жүзінде бір ғана вакцина бар. Қазіргі уақытта жүкті әйелдерге, балаларға салуға болады деген дүниежүзілік денсаулық ұйымының бекіткен барлық клиникалық нәтижелері шыққан ол Pfizer вакцинасы болғандықтан, Pfizer вакцинасына бүгінгі күні қалауымен біз салып бере аламыз. Оның анықтамасының күші жойылмайды. Тек қана ананың өзін ойламау керек, ол іштегі нәрестесін де ойлау керек қой. Қазіргі уақытта мына жағдай ушығып бара жатқан кезде
кезінде өзін және ішіндегі шаранасын қорғау мақсатында біз жағдай жасаймыз. Бас тартқан жағдайда ол анаға ешқандай мәжбүрлеу жүргізілмейді. Бірақ метатводы күші, күші жойылмайды. Күші жойылмайды. Жойылмайды. Оның егер жаңағы енді бұл вакцина айтып отырмын ғой, жаңағы нағыз бекітілген денсаулық сақтау ұйымымен бекітілген вакцина болғандықтан салдырам деген жағдайда келіңіз, сізге есік ашық, сіздің дәрігеріңіз тексереді. Егер дәрігеріңіздің тексерісінің нәтижесі бойынша сізге салуға болмайды, не болмаса қазіргі уақытта бірнеше уақытқа салуға болмайды деген жаңа шешім шықса, онда күте тұрасыз. Сонымен қатар жүкті әйелдер, жүкті болған күннен бастап мысалы 3 айға дейін салуға болмайды. Сонымен қатар емізулі әйелдер жаңа босанғаннан кейін 42 күнге дейін салуға болмайды. 42 күннен кейін егер қалап жатса, өзінің емханасына тіркелген жеріне барып, ешқандай кедергісіз дәрігердің тексеруінен өтіп, вакцинаны қабылдай алады. Егер қаламаса, қаламаған жағдайда ПТР тест тапсырып жүру керек пе, әлде медициналық анықтама алып алса бола ма? ПТР тест тапсырып ол жерде жүрмейді ол ана. Оның медициналық жаңағы анықтамасы барлық жерге жарай береді. Болсын, міне. Түйін осы. Енді осымен түйінде қымбатты көрермендер, құрметті аналар, бірінші кезекте жүкті аналар, болашақ аналар, сіздерге өте пайдалы ақпарат болды деген ойдамыз. Ержан мырза, алғысымыз шексіз, уақыт бөліп келгеніңізге. Қымбатты көрермендер, саулық сақтықта ең бастысы аман жүрек сақ болайық, сақтық шараларын ұстанайық.